Бәріңізге ассалаумағалейкум. ақш-тағы сайлау қорытындысы бойынша Байден жеңсе де Трамп сотқа беретінін айтты. Меніңше бұл додаға әлі толық нүкте қойылмады. Трамп дауыстың ұрланғанына сенетін ақш азаматтары да көпшілік. Басқаны қайдан, бірақ ақшта дауыс ұрланды дегенді естудің өзі қызық. Егер сотта дәлелденіп бұл фактілер расталса, ақш демократиясы үлкен сынның астында қалары анық. Осы уақытқа дейін өзге елдің сайлау жүйесіне араласып келсе, еще басқа елден демократиялық құндылықтарды талап етіп келген азулы ақшта мынандай бассыздықтар болып жатса, онда құрметті ағайын, біздің сайлауды өздеріңіз ар жағын бағамдай беріңіз. Сайлаудың алдында айтқанымды орындауға болады, бірақ кесіп-пішіп алуда керек-ау осы деген саяси анекдотты айта кетейік. Түркияның президенті Сүлеймен Демирел президенттік сайлауға түскенде айтыпты дейді. Егерде әгәреки мен президент болсам, айтпады демеңдер. Әрбір түрікті миллионер жасаймын депті. Но жасап та расымен де. Сөзінде тұрыпты сабазың. Әр түрік миллионер болыпты шынымен де. Түрік лирасы өмір болмаған инфляцияның басынан кешіріп, адамдар ақшаны қаппен көтеріп, сауда жасапты дейді. Өлкен нанның 1 миллион лира, қанттың 2 миллион лира демекші, солай кете береді. Демек Демирел сөзінде тұрған, но бірақ оны ел басқаша түсінген. Сол сияқты шайтан Пашинян айтыпты дейді. О, армян халқым, әгәреки мені қолдасаңдар, армян танкілері Әзербайжанның астанасы Бәкудің көшесінде жүреді деп. Айтқаны орындалды. Халқы қолдап еді, жеңілген армян әскерінің тастап қашқан танкілерін Әзербайжандар Бакуге балқытып темір алуға алып кетіпті. Билікке жастар келу керек деген дұрыс та шығар. Соңғы кездері осындай лозунгтер қаптап жүр. Жасы келгендер дем алып, орнына талантты жастар келсін деген сияқты. Бірақ сол биліктің босағасынан сығалап жүрген жастарың өзіңнің дарынымен, қабілет, қарымымен емес, жоғарыдағы көкелердің көмегімен немесе тек бет жалағыштығымен биліктің баспалдағымен өрлеп бара жатса, ол жастардан не қайыр? Осы көтен сүйгіштердің кесірінен ел сүйгіш шын талантты жастар тағы да тасыда қалатын ақиқат. Сонда қай жасыңа үміт артып, қай жасыңнан игілік дәметесің? Алматыдағы Назарбаев даңғылына елбасының ескерткішін қою керек деп бастама көтерген 25 жастағы Мәди Ахметов мәжіліс сайлауына түсетін Нұр Отан партиялық тізіміне кірді. Ол бұл идеяны былтыр көшбасшылықтың 30 жыл атты халықаралық ғылыми конференциясында ұсынған еді. Жас отан жастар қанатының алматылық филиалын басқаратын жігіт биыл праймеризге қатысып, оның барлық кезеңінен сүрінбей өтті. Мәди Ахметов енді Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің сайлауына түспек. Жастар алдыңғы буынның еңбегін бағаласын, жақсысын алып, жаманын тастасын. Бірақ тек сабынсыз кіріп, карьерамды жасап қалайын деген ниетте болса, одан халыққа еш пайда жоқ. Алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді. Баяғы жегіштермен жатып алып, аузын ашып қойып, асайтындар шығады билікке. Бірақ қай кезде де, қай жерде де үйлесім, тепе-теңдік, баланс, гармония болса, сонда жеңіс болатын естен шығармайық. Аға буынның адал, таза, тәжірибелі өкілдер, орта буынның білім білігі, жастардың максималистік энергиясы үйлесім тауып, бір-бірін жетектесе, өткелден өту оңай болады. Қарияларды өлтіріңдер дегенде әкесін сандыққа салып жасырып, аман алып қалып, кейін сол бір қария бүкіл ел таппаған сұрақтың жауабын тауып, сол елдің аман қалуына себеп болмаушы ма еді. Сол оқиғадан кейін қазақта 60-тағыдан ақыл сұра деген мақал пайда болған. 65-70 жасқа дейінгі 5-6 ақсақал билікте жүргені, билік дегенде парламентте жүргені дұрыс. Олар кімдер? Бұл екінші мәселе. Осындайда ойымызға Тасмағамбетов, Әбішев сияқты іскер мамандар, мықты менеджерлер кеп отырғаны сөзсіз. Тағы кім болуы мүмкін? Оны халық өзі сайлайды. Біздікі арман ғой сол баяғы. Алайда бүгінгі биліктің барлық саласына жармасып, уысынан шығарғысы келмей отырған, құлдық психологиядан 30 жыл бойы арыла алмаған коммунист бодандықтың қамытын киген шалдардың 80% зейнетке кетуі тиіс. Это однозначно. Сонда нағыз кандидаттар кімдер өзі? Онда мына шолан шошырақ, мұрнына саясаттың есі де келмейтін, халықтан тым алшақ, тіпті көбісі халықтың тыныс тіршілігін жіті біліп, сезіне бермейтін, көбісі әнші, биші, ақынсымақ және 27 жыл бойы халыққа орындалмайтын уәде беріп, елді тек түстерінде ғана бақытты жандардың қатарында жүргеніне көргізіп, Нұр Отанның ертегісін ежектеп, екі өкпесін қолына ұстап, екі иығын жұлып жеп, алыстап сендіріп, момын қазақты алдап келген журналист кандидаттарды қайтпек керек. Олар сайланбай дауыс алмай қалса да ештеңе етпейді ма? Ал сайланғанда не істейді? Сол баяғы елбасының сарабдал саясатының арқасы деп есіне отыра ма? Ой шегім-ай деп өлгенше күліп алыңыздар мыналардың қылықтарына.
Өздерін Нұр Отан партиясына қарсылас санайтын Ақ Жол партиясы сайлаудың тура алдында төмендегідей ұсыныстарын ортаға салыпты. Тыңдап көріңіздер, сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, оны өздеріңіз таразылап шешерсіздер сайлауға дейін. Бірінші, ипотека қалған бір баласы бар жас отбасылар үшін 25% субсидия беру керек. 2 баласы барлар үшін 50%, 3 баласы барларға 75%, ал 4 не одан көп балалары бар отбасыларға 2% бен ипотекалық несие беруді қарастыруымыз керек дейді. Ой шіркін-ай десеңші. Екінші, партияны тіркеу үшін қолдаушылар санын 20 мыңнан 10 мыңға түсіру, мәжіліске өту талабын 7%-дан 5%-ге дейін түсіру керек дейді. Үшінші, Грузия елінің тәжірибесі негізінде соттар мен құқық қорғау қызметкерлері басшыларының халық тарапынан сайлауды іске қосу. Логикалық тұрғыда жалпы жақсы ұсыныстар. Енді Ақ Жол партиясы бұрынғыдай тырнақшаның ішіндегі жолы болып, халықтың дауыс беруімен парламентке өте ме, өтпей ме, өтсе, осы айтқандарын іске асыра ала ма, ол екінші сұрақ. Сіздерге білікті блогер Серік Жаңқабайұлының алдағы сайлау туралы ой тұжырымын ұсына кетейік. Қазіргі билік ақыры демократиялық партиялардың бірдеуін тіркемейді, өкінішке орай. Алайда мұның арты ерте ме, кеш пе әйтеуір сұрапыл сойғанға әкеліп соғуы мүмкін. Одан Алла сақтасын әрине. Нұр Отан партиясынан парламентке үміткер кандидат болған адамдар шалдың шкабындағы тізіміне кірді. Яғни парламенттің есігін теуіп кіре берсе де болады деген сөз ба? Сосын келесі мәселе. Бақсытпай бірден турасын айта салайын, ешкімде ренжімесін. Қазіргі шіріген жүйенің іреген қуыршақ партиясына мүше болып, парламентке кандидат болмайтын, жүрегі тек елім, жерім, ұлтым деп соғатын, келешектен зор үміт күтетін қазақтың майталман марқасқа ұл қыздары қолдарыңды бір көтеріп қойыңдаршы, пожалуйста, түрлеріңді ел көрсін және танысын. Керек болса бір жерге жиналып, алдағы болатын сайлау және сайлаудан кейін болатын сұрапыл сойқанда ататын патрондарды дайындап, ұшатын алаң бағыт-бағдар жасауымыз керек сияқты. Рас, шыдап келеміз, күтіп келеміз ақырын. Жасымаңыздар, келешек сіз бен біздің қолымызда. Жарқын жақсы күндер әлі алда. Алмақтың да салмағы бар. Ешкімде креслоны көтеріп кетпейді. Бәрі уақытша, қалады бәрі. Біздің ниетіміз, ұстанған жолымыз, мақсатымыз бір. Елді де, жерді де, мемлекетті де ешкімге бермейміз. Біз біргеміз, бөлінбейік ағайын. Бір-бірімізді қаралап, күндеп, еш пайда таппаймыз ағайын. Әрбір қазақ сіз бен біздің жалғызымыз ғой. Біз біргеміз, солай ғой. Сіз үшін білген дұрыс.